Сәлем кішкентай достар. Бүгін біз сендермен қайсысы қандай деген ойын ойнаймыз. Дайын болсаңдар бастайық. Балақайлар, суретке мұқият қараймыз. Бұл жерде қайсысы жеміс? Бірінші ме, екінші ме, әлде үшінші ме? Ойланайық. Дұрыс айтасыңдар балақайлар. Екінші тұрған жеміс. Бұл банан. Банан жеміс. Жалғастырайық. Ал бұл жерде қайсысы жануар? Бірінші ме, екінші ме, әлде үшінші ме? Дұрыстап ойлан. Дұрыс айтасыңдар. Үшіншісі жануар. Бұл ит. Ит үй жануары. Балақайлар, ит қалай жасайды? Дұрыс. Ит аф-аф, аф-аф дейді. Кішкентай досым, қайсысы үш бұрыш екенін айтшы? Бірінші ме, екінші ме, әлде үшінші ме? Ойланып көр. Дұрыс айтасың. Бірінші пішін үш бұрыш. Бұл үш бұрыш. Ал бұл жемістердің арасында қайсысы сары түсті? Бірінші жеміс пе? Екінші жеміс пе? Әлде үшінші жеміс пе? Дұрыс айтасың балақай. Үшінші жеміс сары түсті. Сары. Ал бұл жануарлардың ішінде қайсысы үй жануары екендігін тапшы? Бірінші ме, екінші ме, әлде үшінші ме? Дұрыс айтасың. Бірінші тұрған үй жануары. Бұл қой. Қой үй жануары. Қой қалай дыбыстайды? Жарайсың. Мә, мә. Қой мә, мә дейді. Келесі кездескенше кішкентай досым, парақшаға жазылуды ұмытпа.